Бұл елде миллиондаған адам елестету мүмкін емес жағдайда өмір сүреді. Кейбір ауылдарда су нағыз байлық. Балалар бір шелек су алу үшін аптап ыстықта 5 шақырым жүріп өтуге мәжбүр. Бірақ тіпті сол кезде де бұл су лай болуы мүмкін. Өйткені олар өзендер мен шалшықтардан су ішеді. Содан кейін олар бірнеше апта бойы дизентерия, холера және басқа да инфекциялардан зардап шегеді. Ал сіз әлі де өз өміріңізге шағымданасыз. Олардың үйлері электр қуаты, газы және тіпті дұрыс есігі жоқ балшықтан жасалған лашықтар. Жаңбыр жауса шатырдан су ағып, қабырғалар кез келген сәтте құлап кетуі мүмкін. Ешқандай жағдай жасалмаған, жұмсақ төсек деген мүлде жоқ. Кейде осындай бір лашықта 10 адамнан тұратын бүкіл отбасы тұрады. Бірақ олар шағымданбайды. Көптеген отбасылар үшін бір ыдыс ботқа үлкен қуаныш. Балалар аш құрсақ ұйықтап, ертеңгі күні тамақ табыла ма, жоқ па білмейді. Ал сіз сол уақытта бургерге дұрыс соус салынбағаны үшін ашуланасыз. Кедей аудандардағы оқушылар жерде отырады, ал дәптердің орнына құмға жазады. Мұғалімдер де оқулықтарда жетіспейді. Бірақ ең таңғаларлығы не екенін білесіз бе? Олар оқығысы келеді және білім алмаса болашағы болмайтынын түсінеді. Барлық қиындықтарына қарамастан, олар өмірдің әр сәтін бағалауға тырысады. Сондықтан бір сәтке тоқтап, ойланыңыз. Сіздің қазіргі өміріңіз сізден 100 есе нашар өмір сүріп жатқан біреудің арманы.